Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздер кеңістік пен уақыт бөлімі бойынша Жарасқан Әбдірашевтың шығармашылығымен танысамыз. Сабағымыздың тақырыбы «Дала сенің ұлыңмын». Сабақта жүзеге асырылатын оқу мақсаты әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіну. Жарасқан Әбдірашев 1948-2001 жылдар аралығында өмір сүрген ақын. Бірінші тапсырма: берілген сілтемеге өтіп, бейнебаяннан ақынның шығармашылығына қатысты деректерді жазыңыз. Ол үшін мына дескрипторларды басшылыққа аласыздар. Бейнебаянды мұқият тыңдайсыздар, шығармашылығына қатысты мәліметтерді жазасыздар. Рахмет, жарайсыздар. Иә, оқушылар, Жарасқан Әбдірашев ақиық ақын, сарабдал сыншы, шебер аудармашы. Жарасқан шығармасында ақынның атамекенге, елге деген махаббаты, сүйіспеншілігі көркем айшықталған. Сабағымызды жалғастырамыз. Екінші тапсырма: категориялы топтастыру. Тірек сөздерді қатыстырып, сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл тапсырманы орындау үшін төмендегі дескрипторға сүйенесіздер. Тірек сөздерді пайдаланасыздар, сұрақтарға жауап бересіздер. Сұрақтар: кім, қашан, қайда, қандай? Кім? Жарасқан Әбдірашев, ақын, аудармашы, әдебиет сыншысы. Қашан? 1948 жылы дүние есігін ашқан. Қайда? Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел ауылында туған. Қандай? Тұңғыш кітап, Дала сенің ұлыңмын, Перзент парызы, Найзағайлы жаз деген жыр жинақтары бар. Келесі, сабағымыздың мақсатына сәйкес сюжет, композиция, жанр туралы еске түсіре кетейік. Сюжет французша зат, өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, біртұтас желісі. Жарайды. Енді композиция дегеніміз не? Ойланайық. Композиция латынша құрастыру. Туындының құрылымы, оның жанры мен мазмұнына орай құрамдас бөліктерінің тұтастығы. Жанр француз тілінде тек ұғымын білдіреді. Ол лирикалық, эпостық, драмалық болып бөлінеді. Лирика көркем әдебиет жанрының бірі. Соның ішінде әлеуметтік лирика қоғамдық өмірге қатысты маңызды мәселені қозғап, халықтың тарихы мен бүгінгі тағдырына көзқарасын білдіретін үлкен саласы. Үшінші тапсырма: үзіндіні оқып, мазмұны негізінде сюжеттік талдау жасаңыз. Ол үшін төменде көрсетілген дескрипторларды басшылыққа аласыздар. Дескрипторы: берілген үзіндіні оқисыздар, сюжеттік талдау жасайсыздар, жоспар құрасыздар. Бірінші үзінді: туған дала, талайлардың отқанын, лапылдатты тентек күйің, тек тәнің. Бұл үзінді оқиғаның басталуы. Туған даланың текті күйлері мен әсем әндері өз перзенттеріне рух берді. Екінші үзінді: туған дала, қиынға сал, қалтқысыз сене көр. Алға пара жолдар барда, жүк барда, борышымнан бір сәтке де құтқарма. Бұл үзінді оқиғаның дамуы. Ақын туған жер үшін қиынға көнуге бар. Алдағы күнге жетер жолдағы жүкті көтеру өзінің борышы деп есептейді. Үшінші үзінді: туған дала, мықтылығы дейсің бе, кей ұлдарың тағдырыңды тартыпты көкпар қылып, көңілдерін күндестік бұлты басып, арбасыпты, тістеніп, сұрқы қашып. Бұл үзіндіде оқиғаның шиеленісуі баяндалады. Кей ұлдарының тағдырын замана өктемдігі тәлкекке салса, енді біреулері күндестікке бой алдырды. Төртінші үзінді: туған дала, білемін мен, ауыр кезді, аш кезді, бастан кешті, жанарыңа жас тұнды.
Бұл үзіндіде оқиғаның шарықтау шегі көрініс тапқан. Ел басындағы ауыртпалық, аштық, шарасыздық. 5-ші үзінді. Қайран бабам қанын төгіп, қалды қорғап ақыры, аман есен табыс етті ол маған. Оқиғаның шешімі: ата-баба туған елді қанын төге жүре қорғап, келер ұрпағына табыс етті. Сабағымызды жалғастырамыз. 4-ші тапсырма. Көркем шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтаңыз. Дескрипторы: шығарманың жанрлық ерекшелігін анықтайсыздар, поэма арқылы дәлелдейсіздер. Көркем шығарманың жанрлық ерекшелігі: көркем әдебиет стилі, орта көлемді шығарма, оқиғаның басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі бар. Лирикалық кейіпкер Жарасқан Әбдірашев. Бұл шығарма қандай жанрға жатады? Әрине, жауаптарыңызға келісемін. Дала сенің ұлыңмын поэмасы лирикалық жанрға жатады. Лирикалық шығарма өлеңмен жазылады. Оқушылар, сабақталған білімдеріңізді толықтыру мақсатында өздік жұмыс ұсынамын. Тапсырма: шығарма кестесі, дескрипторы, идеясы мен тілдік ерекшелігін көрсетесіздер, стиль мен жанрына ажыратасыздар. Достар, бүгінгі сабақ бойынша ауа райы стратегиясы арқылы кері байланыс жасайық. Күн өте жақсы түсіндім, сабақ қызықты болды. Бұл жақсы түсіндім, ұнады. Жаңбыр маған қиындау тиді. Біздер бүгінгі сабақта Жарасқан Әбдірашевтің өмірімен және шығармашылығымен таныстық. Дала сенің ұлыңмын поэмасына сюжеттік композициялық талдау жасау арқылы жанрлық ерекшелігін түсіндік. Сабаққа белсенділікпен қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.